Здравствуйте, уважаемые! Сегодня мы прочитаем несколько отрывков из 1-2 урока по казахскому языку и литературе для 5 класса русскоязычных школ. Учебник издательства Кокжия Горизонт, Байшишек. Страница 4. Задание 3. Тату болса, ағаң жақын. Ақылшы болса, әпкең жақын. Бауырмал болса, інің жақын. Алдыңа тартқан адаласын, қимас жақын қарындасың. Еркелейтін немерең жақын. Өз ұрпағың шөберең жақын. Мейірімді анаң қымбат. Асқар тауың әкең қымбат. Туып өскен елің қымбат. Кіндік кескен жерің қымбат. Страница 6. Задание 5. Сәлем достар, менің атым Әлибек. Мен сендерге өз отбасымды таныстырамын. Бұл менің отбасым. Менің отбасым да басқа қазақ отбасылары секілді үлкен. Менің отбасымда атам, әжем, әкем, анам, ағам, інім, қарындасым бар. Бәріміз бірге тұрамыз. Қазақ отбасының жақсы дәстүрі көп. Олар жасы үлкен адамға жол беру, төрге отырғызу, қарсы сөйлемеу, қызды сыйлау. Үлкендер жасы кішілерге қамқоршы болады, кеңес береді, ақылды болуды үйретеді. Қазақ отбасында жасы үлкен адамды ерекше құрметтейді. Әкем маған үлкенді құрметте, кішіге қамқор бол, дейді. Мен де атам мен әжемді, әкем мен анамды, ағамды құрметтеймін. Ал ініме қарындасыма көмектесемін. Қазақ халқы ежелден ұл бала мен қыз баланың тәрбиесін бөліп қараған. Ұлды мал бағуға, қолөнерге, ақша табуға, қыз баланы ас пісіруге, кесте тігуге, өрмек тоқуға үйреткен. Қазақ дәстүрі бойынша үйде, көшеде ер адамдар бір-біріне қол беріп амандасады. Жасы кіші адам үлкенге ассалаумағалейкум деп амандасса, үлкендер уағалейкум салам деп жауап береді. Ал мектепте, қоғамдық орындарда ер адаммен де, әйел адамдармен де сәлеметсіз бе деп амандасады. Адамдарды таныстырғанда үлкенге кішіні, әйел адамға ер адамды бірінші таныстырады. Ондай кезде танысып қойыңыздар, таныстыруға рұқсат етіңіздер деп айтады. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Қазақ отбасының дәстүрлерін құрметтеймін, сақтаймын. Страница 8. Раздел «Кел жаттығайық». Давай потренируемся. Менің әжем нар әжем. Көп жасаған кәрі әжем. Ауырғанда мен үшін әр сүйгені дәрі әжем. Менің әжем жыр әжем. Шуағы мол нұр әжем. Ақтаяққа сүйеніп, аман есен жүр әжем. Уважаемые зрители, конспект урока полностью, со всеми выполненными заданиями и параллельным переводом на русский язык вы можете приобрести, написав нам на WhatsApp. Благодарю за внимание, до скорых встреч!